2026 жылғы 23 тамызда өтетін құрылтай сайлауы күн санап жақындап келеді. Шымкент қалалық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы 3 мегаполисте бүгінгі таңда учаскелік комиссиялардың толығымен нақтыланғанын және ұйымдастыру жұмыстарының жүйелі жүргізіліп жатқанын айтты. Бізге берген сұхбатында Қайырбек Құнанбаев саяси шараның негізгі басымдықтарына тоқталды. Ең басты басымдық саяси науқанда бірде-бір азаматтың құқығы шектелмеуі тиіс. Әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандарға сайлау учаскелерінде максималды түрде ыңғайлы жағдай жасалады. Біздің қаламызда қазіргі таңда енді кешегі мәлімет бойынша 18-ге толған 23 мыңнан аса азамат бар. Оның 3600-дейі осы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған жағдайды талап ететін азаматтар. Ол біз үшке бөлінеміз: зағиптар дейміз, саңыраулар дейміз, содан кейін анау арба тіреумен, арбамен отыратын азаматтар бар. Қозғаламайтын, сол үшін біз барлық учаскеде пандустар, тактильді жолақтар, содан кейін оларға арналған арнайы кабиналар дейміз. Егер жай кабиналар 1/20 болса, ол 1/50 болады. Өйткені арба сию үшін. Содан кейін әр жерде бұрыштама болады. Ол жаңағыдай микрофоны бар, содан кейін трафарет дейді, трафарет тактил, оларға трафарет келеді, мысалға бюллетень сияқты, сонымен танысып барып, кейін дауыс беруге мүмкіндігін береді. Одан басқа жаңағыдай барлық жағдай жасалып жатыр. Жақсы, өйткені лопалар бар, жаңағыдай 6 есе көбейтілген. Біздің 341 учаскеміз сондай нені талап етеді ғой, өйткені олардың жаңағы әртүрлі кез келген учаскеге жаңағы сондай азаматтар келіп қалса, жаңағы пандустар жаңағы барлық қызмет атқаратын болды. Тағы бір мәселеміз, оларға жаңағыдай 35 инватакси дейді. Инватаксиге звондап, мысалы, егер өзі бар үйге емес, егер именно сол өзінің тіркелген жерде дауыс беремін десе, оған инватакси болады. Одан басқа 65 сурда аудармашылары бар, жаңағы саңыраулардан, соларға звондап жүгінуге болады. Бір сөзбен айтқанда, сайлау әр азаматтың өз таңдауын жасауға мүмкіндік. Оған қоса үлкен жауапкершілік. Саяси науқанда мүмкіндігі шектеулі жандарға толық жағдай жасау тең қоғам қағидатының негізгі ұстанымы. Ең бастысы, жасалған инфрақұрылым тек сайлау күні ғана емес, әркез халық игілігіне оңтайлы болу керек. Әділет ТВ нақты пайдалы ақпарат ұсынуға дайынбыз.